достар, Қарақалпақстан телеканалында сіз күткен ауа сізге айтып жатырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөрлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзіл кеш. Күтіп алың, Юморбек. Рахмет. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш көрсетуі. Неге ішкі сезімнің айтқан көп қыла беруге болмайды дейді. Себебі ішкі сезім ол сырттан не болып жатқанын білмейді екен. Бірақ бүгін менің ішкі сезім, интуиция бүгін қызық болатынын сезіп тұрды. Себебі бұл әзілкеш көрсетуі. Демек біз көрсетуімізді не қыламыз? Мынандай кейпиятпен бірақ онша бастағым келіп тұрған жоқ. Демек әзілкеш көрсетуін біз бастаймыз. Ой, рахмет, жаңа жайып болды. Шапалақ, қошеметтер. Рахмет. Жаңа екіншісі жақсы шықты да, негізі алдыңғысы бір фонограммаға соқып қалып еді. Енді фонограмма туралы гәп кеткеннен кейін, негізі фонограмма деген сөз қарақалпақ тілінен келіп шыққан екен, пана дегеннен келіп шыққан да. Со грамм дауыс жоқлар ана паналайды екен да фонограммаға. Содан келіп шыққан дейді. Енді кейін пайдалары эстрада жұлдызы деген пайда болды. Эстрада жұлдызы деген енді бұл көшедегі атақ, эстрада жұлдызы деп айтады. Екі адам біреу эстрада жұлдызы болып кетті. Енді эстрада жұлдызы болу үшін өзі 4 нәрсе керек болады екен да. Бірінші дауыс кейін керек болады, бірінші ақша керек болады, екінші компьютер, үшінші пітегіне ебіндей дауыс, аузы жыбырлап тұратын. Төртінші сахнаға шығайын деп отқан уақытта мен ұқсаған бір бастаушы келіп, эстрада жұлдызы деп таныстырып жіберетін адам керек болды. Одан кейін сен жұлдыз болып жана бер дейді. Сонда енді кейін пайдалары аспандағы жұлдыздар мен эстрада жұлдыздары теңелескен екен. Расында да аспандағы жұлдыздар менен эстрада жұлдыздарының ұқсас дәрежелері бар. Мысалы, екеуі де көп, біріншіден. Екіншісі арасында мынау жұлдызау деп ойласаң, қарасаң біреу спутник болып шығады, көзді алдайды бұл. Одан кейін біреу енді бір жарқырап жанып жатқан уақытта басқа тарауға ағып кетіп жатыр, өзінің халін біліп. Һәм арасында жеті қарақшыға ұқсаған ұрлап айтатындарым тауып тұрады. Енді бірақ негізі қызықшы болғаннан қосықшы болу аңсатылау екен. Мысалы, мен жазып таярлап қойпам еді. Қосықшы болған аңсат жері біріншіден оларға шайыр жазып береді. Шайырлар. Біздер өздеріміз ұрлаймыз деп өздеріміз ойлап табамыз. Айта бересің ғой енді. Екінші, қосықшы болғанның жақсы жері қанша қайталап айтсаң да жақсы, бола береді. Қосың хит бола береді да, қайталап айтқан сайын. Біздер бір әзілді қайталап айтсақ, сіздер күлмейсіз. Күлесіз бе? Белгілі да ол. Үшінші, ол қосықшы болғанның жақсы жері фонограммамен айтуға да болады. Біздер фонограммамен ол қиын болады. Ең бір ұнамайтын жері мен қосықшылар хақында қанша әзіл айтып жатпан, бірақ олардың біреуі де мен туралы қосық шығарған жоқ та. Көліңе келеді, Со телевизордан көріп отқан болса, әйтеуір Юморбек хақында бір қосық шығарсаңыз, көрсетуге шығуға да сізге имканият болар еді. Демек, азиз тамашагөрлер, үстіңменен әзілкеш көрсетуі жұмақланады деп айтуға елі 20 минут уақыт бар. Әлбетте ол әзілкеш көрсетуі. Көрсетуіміздің қауындары Мұратбек мебель жауапкершілігі шектелген жамиеті. Ал бізде енді реклама болмайды. Себебі 20 минут қаяғына реклама тағамыз деймін да. Демек, бүгін өзінің ажайып әзілдеріменен енді сахналарға шығып кетірған әзілкеш бір топ бар. Фантазия топары. Сіздер қашан келіп қалдыңыз? Ертелеу келіп отыра берейік дедік. Үйде отырған менден құрып отырыппыз ғой деп. Яқшы. Ал жігітлер, қош келіпсіздер. Жоқ, қош келмедік, біздер Дамаспен келдік. Яқшы, енді әзіл шығар енді бұл. Жігітлер, бұрылары бір сахналарда көрініп кетіріп едіңіз, бүгілер көрінбейсіз. Көріну керек еді аға. Ауырын құрап жүрміз сүгілер. Аяздап. Шпакерге емес, көркем өнерде көрінбейсіз ғой. Көркем өнерде кеше Мақсет Өтемұратовқа көріндік. Жаман көрініп қалдық па, хабарласпай кетті жаңа. Неге жаман көрініп қалдыңыз? Біздер таза қосық шығарып едік. Гүлзиба қыз гүл яңлады деген. Сөйтіп оны апарып көрсетсек, бұл болмайды, бұл Дәлбай Мәмбетмұратовтікі бұл қосық деді. Өз сондай олар. Таза қосық шығара алмайсаң, дәру ұрлайды. Болмайды. Кешегіде, мына бара алмадым қасыңа деген қосық шығарып ек. Әлшертке дей береді. Негіз біздер оны Қайрат Нұртасты ұрлап ек. Түсіне ма? Енді Юморбек аға, не ғой?
сіздің көрсетуіңізге, мына әзілкеш көрсетуіне құр қол келуге қысындық аға, рас. ооба қысындық. Бірақ қысынған пайдасы жоқ, бәрі құр қол келдік. Жақсы, енді сілер фантазия топары, әзіл қосықларыңыз бар еді. Алжаспасам, бір қосық тыңлап көрсек қалай болады? Енді сол қосық тыңламастан алдын бір өтініш бар. Қандай? Мына студияда қарауыл бар ма? Қарауыл бар, оң не керек бар? Бар болса мына есіктерді айналады деп жауап іліп қойса. Не үшін? Себебі біздердің қосықларымызды мына адамдар ақырына жекем шыдап, естіп, шығып кетпей тыңлау керек та. Онда қарауылар есікті ілген болса, қандай қосық айтып бересіз? Болды, біздердің бірінші қосығымыз ауылдағы сол бір қыз деп аталады. Қиық шаш қарамалай, жүректе өзін тимай. Қиық шаш қарамалай, жүректе өзін тимай. Городской болып қалғандай, ауылдағы сол бір қыз. Городской болып қалғандай, ауылдағы сол бір қыз. Yaxşı. Ұмытып шыққан жерді, негіз ауылдан еді. Ұмытып шыққан жерді, негіз ауылдан еді. Оқуға кіріп өзгерді, ей, ауылдағы сол бір қыз. Оқуға кіріп өзгерді, ей, ауылдағы сол бір қыз. Ата-анасын қинап, бар ақшаларын жинап, ата-анасын қинап, бар ақшаларын жинап, мини-юбка шалбар киіп ап, ауылдағы сол бір қыз. Мини-юбка шалбар киіп ап, ауылдағы сол бір қыз. Рахмет. Бір әжайып деп ойлап атырған шығарсыз енді. Яқшы, мына фантазия топарыңыз қалай түзілді? Енді топарымыз ақында айтатын болсақ, біздердің оқу дәрігайымызда Сіздер елі оқисыз ба? Біздер оқимыз айтпақшы. Мына интернеттен, телефоннан бос уақытлары оқимыз. Арасында. Нең арасында оқисыз? Қоңыраудың тәнепсінің арасында. сол оқу дәрігайымызда талантлы жастарды жинап ансамбль түзді. Сол ансамбльге іле алмай қалған талант жоқ жастарды шеңбелікке жіберетін еді. Сол мына үшеуміз шеңбелікте жүріп танысты. Бұл жүда бір әжайып емес екен. Менде бір сұрау бар да. Менде бір жауап бар. Мен бірінші сұрау беріп алайын. Сен сұрауыңды бере бер, мен жауабын айтып қоя берейін алдымнан. Алдын ала жауабым ба? Aa. Бер ақ жауабын. Жауап бәрі дұрыс. Мына тест шешіп үйреніп қалған ба деймін, Ауа. Жақшы. Енді жігіттер, әзілменен жігіттер әзілдің де шегі болады. Дұрыс, шегі болады, міне шегі сізге. Шегі бар әзілдер ма? Шегі бар әзілдер. Жақсы, жігіттер, мынандай ғой. Дұрыс қой енді, бір келісіп алайық деймін да, бірінші. Болды, келісеміз, қанша бересіз? Жақшы, онда қосық тыңлағанымыз жақсы екен, иә? Және қандай жанрда қосықларыңыз бар? Және біздердің классик жанрда қосығымыз бар. Одан кейін юморлық біздер отырып айта берейік. Не үшін? Бәрі фонограмма ғой. Жақсы, онда отырып классик жанрда қосық. Кеттік. Бірінші этаждың үстінде болады екінші этаж. Екінші этаждың үстінде болады үшінші этаж. Үшінші этаждың үстінде болады төртінші этаж. Төртінші этаж. Рахмет жігіттер, түсінікті болды. Сіздер мына 9 этажды қосық қылып шығарып келдіңіз бе деймін, Ой, аға, азмат шыдағанызды ма? Шипырға кеп қабек. Әуелінде құрылыс тоқтаттың сіз. Және қосықларыңыз бар ма? Бар, біздердің кейін қосығымыз мына тойларда көп сұранатұғын, көп қойылатұғын хит қосық. Хит? Сіз өзі хит дегеннің мәнісін білесіз ба? Хит деген не өзі? Хит деген мына хит етсе қойыла беретін қосық. Хит етсе қойыла береді, да? Яқшы, онда шыдап тыңлап көреміз. Бір айтып көрің ғана. Кетті. Рахмет. Картошка кешір, баклажан. Картошка кешір, баклажан. Қауышырамыз біз күнде ауылда, қызықтырмайды еш жауын бауында. Күнжі қағамыз
тары борамыз, қызарға біз ел жағамыз. Қауышырамыз біз күнде ауылда, қызықтырмайды. Рахмет, тоқтадық. Болды, рахмет. Ізбет түсінікті болды, Ізбет түсінікті болды. Енді жігіттер қапа болмаң, қосығыңызда мәні жоқ. Тоо болса менікі ме? Ой, бұлар яқшы. Мына қосығыңыздың сөздерін кім жазып береді өзі? Енді біздердің қосқыларымыздың сөздерін Пердеғали Дабилов, Алтынгүл Өртенязова, Алтынгүл Өртенязова? ларға жалынып көрдік, жазып берген жоқ. Содан кейін өздеріміз жазамыз. Қосықтың, сөздерін жазған уақытта қосықтың нелерге етібар беріп жазасыз? Енді біздің қосқыларымыздың негізі текстілерінің мәнісілері жастарға болып табылады, мәніге, философиялық, тұру, отырулардың... Мен ұлыма түсінбедім расы. Яқ, былай былғасып кеткенде өзіңіз орнына қойып ала берін. Яқшы. Енді той аққында да қосықларыңыз бар ма? Той аққында? Бар, той аққында қосығымыз бар. Онда келесі қосық тыңлаймыз, той аққында. Мархамат. Қатыла қойып жібер. Ауылымыздың тойында күнде болар пақ-пақ. Ауылымыздың тойында күнде болар пақ-пақ. Астында қалған адам бақырады уақ-уақ. Астында қалған адам бақырады уақ-уақ. Пақ-пақ. Яман қыздар пақ-пақ. Рахмет. Енді сіздер қосық шығарғанда бірінші сөзіне көбірек ітібар бересіз бе, яки намасына ма? Біздер енді бірінші өздерімізге етібар береміз. Кейіннен сол әрекеттерге қарап қосық жазыла береді. Демек бірінші әрекет, онан кейін соған сай қосық шығады, да? Яқшы, дөретушілікпен шұғыланған уақытта сіздерге қай уақытта көбірек ilham келеді? Енді аға біз ilham келуін күтіп отырмаймыз. Ilhamның ажағасы бар, Бақтияр деген. Сол шетелден таза қосықлардың дискетелерін жіберсе, сол кезде біздер қосық шығара береміз. Енді мына жігіт мені қызықтырып жатыр да, не үшін қолына қолғап киіп алған? Енді бұл қолғаптың астында үлкен сыр бар аға. Біздер мына қосықларды ұрлаған кезімізде бармақ іздері қамау керек та. Сіздер екеуіңізде неге қолғап жоқ онда? Енді баяғыда маған әкем айтатын еді, балам өзіңнен із қалдыр дейтін еді. Сол өзімнен із қалдыру үшін қолғап кимешпін, із қап қойып береді. Әжайып, енді қосықшы болғаннан кейін бір жанлы айтуға туыр кеп қалмай ма сіздерге? Жанлы айту керек болса, бір қосықларыңыз бар ма жанлы ауызда? Жанлы ауызда бар, қосығымыз қазір бір айтып беремін сіздерге. Қайлардасаң жаслығымның куәсі. Қайлардасаң кеуілімнің мұңласы. Мұңласы. Бол, тоқтан. Оу. Беле, мына. Біз түсіндік, ізбет түсінікілі болды, Яқ, ізінде ана шұғыласы деген жерлер бар еді. Рахмет. Ой, түсінікілі болды. Ізбетін тыңламасағым түсінік. Қандай ажайып қосықлар, ізін түсініп отырасың да, шарт емес, бірінші көпіретін тыңласаң болды. Рахмет, басқа қандай қосықлар? Және бір саған арналған қосығымыз бар. Саған? Ава. Мүмкін сізге шығар. Яқ, бізге емес, саған. Тыңлаймыз онда. Болды. Маған арналған. Хау иек. Хау иек. Шапалақ керек емес бұған шапалақ керек емес. Рахмет. Жігітлер, енді хазлам, бағана айттық қой, енді хазлам өзі шегі болады деп, яқшы. Біреудің иегіне қарағаншы, өзіңіздің иегіңізге қарамайсыз ба сіздер? Күзетке болады? Қане, бұлай қада? Жақсы ғой, дым жақсақ қой бұларды. Енді Юмірбек бұл қосық саған емес, негізінде бұл сен иегіңе арналған қосық еді. Иегіңе? Ілайым сол иегіңе берсін. Кеуіліңізге берсін дегенде гап қойын бұлам. Сондай ғой, гәптің әм салты бар деген дейді. Яқшы. Иегіңіз сықшып жүрме демен да. Яқшы. Енді қосықларыңыз дым жеңіліп отыр, мысалы бір отан аққында, я бір ана аққында қосықларыңыз. Ана аққында қосығымыз бар біздердің. Ана аққында? Мен еш көз алдыма келтіре алмаймын, фантазия тобары ана аққында қосық айтса, тыңлап көрейік қане. Оны ана аққында қосықты мен айтып берсем өзім. Она вернется. Бол. Әке аққында да бар ғой. Қандай? Әке аққында. Айтшы өзің. Сен айта ғой. Не айтамын? Әке вернется. Рахмет.
Yaxshi, shunday bir ajoyib qo'shiqlaringiz bor ekan, bir hazil, bir konsert berу o'yingizda bormi? Бар, себебі біздерде бүткіл халықтан дейді. Бүткүл халықтан edi. Бүткіл халықтан дейді. Кеше жақында амфитеатрда концерт бердік. 17 адам барды. О, жаңа бүткүл халықтан еді деп атырыңыз ғой. Енді бұл 17 адам бізде танымайды да, танитындар бармай қалған ғой. Hazillestik, күлістік, енді бір hazilді бір шетке қойып, бір рас бір өмір хақында, бір хақиқи өміріміз хақында бір сөйлесек қалай болады? Не? О, бізде бағандан бері хақиқи өміріміз хақында айтып беріп жатыр. О, yaxshi, Азымеді yaxshi. ол. Өмірде бір қызықлы вақиялар болады ғой, бұл hazilkesh көрсетуі, сондай бір қызықлы вақияларыңыз бар ма? Айтып беріп Яқ болмайды ондай. Не болмайды? Айтуға болмайды да, бәрібір қиып тастайды монтажда оны. Сондай ма? Юморге аға. Со hazilkesh көрсетуіңізді қалдырмай көріп барамыз. Со har санында танықлы бір елге белгілі адамдар шақырасыз да мейман қылып. Енді сізге сұрау, біздерді неге шақырдыңыз? Енді дұрыс қапа болмаң, негізі Азатбек Назарбековті шақыруымыз ойда бар еді, бірақ енді ол сәл баса-басалау екен, кейінге қалдырдық оны. Мен сілерді шақырайын деп шақырмадым, расы? Біздерім келейін деп келгенбіз жоқ негізі. Рахмет, онда бүгінгі меймандарымыз фантазия топары, сонымен біз меймандармен қоштасамыз. Тоқтан. Енді қошласпастан алдын халыққа бір зат айтып жіберсек. Құрметлі халық, біздерді көшеде, телевизорде көрген кезде, "О, ана фантазия жігіттері ғой, о, фантазия ғой!" деп айтың, сол біздерге ұнайды. Рахмет, онда енді қайтып келмейді деген ойменен фантазия топарымен қоштасамыз. Рахмет, аржаңа өткізіп бере ғой. Хоп. Рахмет, тур мына жаққа қарап, келген жағасқа қарап. Рахмет. Әлбетте, көрсетуіміз мейманы фантазия топары еді. Біз оларды мәжбүри шақырғанбыз, себебі жаңа айтып өткеніміздей Азатбек Назарбек мейман болу керек еді бүгін. Қарақалпақстан телеканалын бір тосаттан Азатбек Назарбек көріп отырған болса, онда ендігіде өзім келер. Әлбетте, бұл көрсету hazil кеш деп аталады. Әр бір кешіңіз hazil кеш болғай. Диққатларыңыз үшін рахмет.